Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі кешкі асқа не жасарыңызды білмесеңіз, күнделікті бір сарынды тағам сіздің тәбетіңізді тартпаса, ендеше осы мен ұсынған кешкі асқа арналған тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер, сөзсіз сіздерге ұнайтын болады. Алдымен біз алдын ала картоптарымызды қайнаған ыстық суда пісіріп аламыз. Менде бұл жерде дайын картоптар. Енді оның үстіне сары майды салып, жақсылап миксермен араластырып, пюре жасайтын боламыз. Мен үнемі пюрені осылай миксермен араластырып жасаймын. Сіздерге де кеңес беремін. Сол кезде сіздің пюрелеріңіз өте үлпілдек, пышный болып, жұмсақ, нәзік болып шығатын болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқа, крахмал, дәміне қарай қара бұрыш қосып, жақсылап миксермен тағы да араластырамыз. Енді дайын болған пюремізді кондитерлік мешокқа саламыз. Кондитерлік мешоктың басына насадка салдым. Насадка салу міндетті емес, мешоктың өзінің басын кесіп тастап, жұмыс жасай беруге болады. Енді біз барлық пюрені салып алғаннан кейін осындай картофельный гнездо жасаймыз, яғни құстың ұясын жасайтын боламыз. Видеода барлығы анық нақты көрсетілген. Дәл осы әдіспен барлығын жасап шығасыздар. Осылай ұсынсаңыз, сіздердің асыңыз өте ерекше болып көрінеді. Бұндай гнездоны, яғни құстың ұясын кондитерлік мешокпен емес, қасықпен де жасауға болады. Ол жасалу өте оңай, жеңіл. Енді біз салмасын алдын ала дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табадағы күнбағыс майына тартылған сиыр етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Өзінің сөлі шыққаннан кейін 2 пиязды ұсақтап, яғни кубиктеп турап алып, қуырылып жатқан фаршқа саламыз. Жақсылап екеуін бірге араластырып қуыратын боламыз. Үстіне кілегей қосамыз, яғни сливке құямыз. Немесе оның орнына қаймақ салсаңыздар да болады. Дәміне қарай саласыздар, қара бұрыш саласыздар. Жақсылап барлығын араластырамыз, яғни 2-3 минуттай қақпағын жауып бұқтырамыз. Салмамыз сонымен дайын болды. Салмасын қасықпен барлығын ортасына салып шығамыз. Видеодағыдай барлығын орналастырғаннан кейін 180 градустағы алдын ала қызып тұрған пеште 15-20 минутта біз тағамымызды пісіріп аламыз. Пештен шығарғаннан кейін үткіштен өткізілген ірімшікті бетіне сеуіп, тағы да 2-3 минутқа пешке салып аласыздар. Сонымен біздің тағамымыз дайын болды. Өте ерекше, дәмді, нәзік тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келген қонаққа да ұсынсаңыздар болады. Дастарханның көркін ашып, сіздердің тәбеттеріңізді арттыра түсіретін кешкі ас. Сіздерге ас болсын достар.